Уралда Олимпиада күніне арналған велошеру ұйымдастырылды. Олар осылайша 2022 жылғы Олимпиаданың Алатау баурайындағы Ару қала Алматыда өтуіне қолдау білдіруде. 9 шақырымдық жолды 25 минуттың ішінде артқа тастаған оралдықтардың ең кішісі 6-да болса, ең үлкені 75 жаста. Сондай-ақ теннис, баскетбол, гольф сияқты спорт түрлерінен де жарыс өтті. Алдымызда келе жатқан 2017 жылы келе жатқан универсиада және 2022 жылы Алматы қаласына қазір өздеріңіз білесіз үміткер болып жатыр сол олимпиаданы өткізуге. Сол жарыстарды өткізуге қолдау көрсететін шаралар бәріне ұнаған сияқты. Спортсмендер бар, жай қала тұрғындары бар, өзімді спортқа баулимын деген адамдар бар. Солардың бәрі бүгін қатысып, бәрінде көңіл күйі өте керемет. Осындай шаралар адамдарды спортқа жақындата түседі деп ойлаймын. Ол өз кезегінде денсаулығымыздың мықты болуына оң әсер етеді. Сананы ғаламтор жаулап алған дәл мынандай заманда спортпен шұғылданған өте тиімді. Спорт баршамызды жігерлендіріп, өмір сүруге деген құлшынысымызды арттыра түседі.